Қазір мына бір түпте 4 қияр дайын болып тұр екен. Осыны қазір өлшеп көреміз мына электронный таразбен. Мінекей 172 грамм шығып тұр. 298 грамм болды. 422 грамм болды. Мінекей 541 грамм болды. Бұл дегеніңіз жарты килодан асып тұр. Мына бір түптен алдық. Алдында бұның астыналар теріп болған. Мына жерге дейін шамамен 1 килоға жуық өнім берді сонда. Енді мыналар дайын болады. Мыналар байқалса мыналар уже ертең ары күндерге дайын бола бастайды жоғары қарай. Сонда бір түптен осындай өнім алуға болатындығын көрсетіп тұр. Қазір мына жерде 5 түйін дайын тұр екен. Осыны қазір өлшеп көреміз. Қанша екен? Бисмилла. 148 грамм шықты. 263. 396 болып тұр. Мына 524 грамм болды. Жарты килодан асты деген сөз бұл. Мына 638 грамм шықты. 5 штук қиярымыз. Мына жерге дейін. Бұның алдында 2 түйіні жұлынған бұның алдында да. Сонда осы жерге дейін 1 килодай соған жуықты 1 килода жуықтау өнім беріп тұр қазір. Бұның тоқтап тұрған жоқ бұл. Мына түйіндерді өсет. Арға мінекей мыналар. Арғанияға дейін байқалса 4 кило, 5 кило шамасына өнім аламыз деп отырық. Алла қаласа. Мына жерде 6-7 түйін дайын болып тұр екен. Мыналарды әзірше үзбей қоя тұрайын. Бұл шамал өссін бір күн. Салмақ қосады тағы да. Көрейік. 330 грамм. Мінекей, қазір көрдіңіздер, мына жерден бастап үзілді, осы жерге дейін, мына жерге дейін 735 грамм болып тұр. Мына жерге дейін ақ уже 735 грамм болып тұр. Алдында терілгені бар, алдындағы түйіндер. Сонда осы жерге дейін 1 кило өнім берді деген сөз. Енді құда қаласа мынаны әзірге жұлмайын, бұл ертеңге дайын болады. Кәдімгі 100 грамның шамасында, сәл асырайық 100 грамнан. Енді мына дейін ары қарай өнім бере береді әлі. Сонда шпалерге дейін 4 килодан астам өнім алуға болады деген сөз бұл.